Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен қайта жүздескен мен Айжан, және бүгінгі видеода мен өзімнің съемкаларға жасайтын макияжымды көрсететін болам. Кетті. Шашым кедергі келтірмес үшін амадогымды тағып алдым. Макияждың базасы ретінде SPF кремді қолданамын. Қазір енді жаз келе жатыр дегенде міндетті түрде SPF камен қолданып жүріңіздер, теріңізді күннен қорғап. Кремнен кейін қолданатын затым бұл менде бальзам. Барлық макияжым осындай кішігірім күтімнен басталады. Қанша жерден съемка болып жатса да теріме ауыртпалық түсіргім келмейді. Сондықтан еще қазір жаз келе жатыр дегенде тек қана консилермен көздің астына пүрешімді жауып, жай ғана жағып шығамын. Осы уақытқа дейін макияж жасағаннан бір түйгенім бар. Маған бьюти блендерден көрі саусақпен осылай растушевка жасаған ыңғайлы екен. Және осы жақта да тура солай жасадым. Макияжымның келесі этабы бұл румяна. Румянаны қалай жақсы көретінімді мен әрқашан айтып жатамын ғой. Кез келген образды ашып тұратын дәл осы румяналар. Мынау менің ерінге арналған карандашым 04-ші түсте, және де ұшы сынып қалған екен, сондықтан ұштап алайын бірінші. Сосын еріннің формасынан шығармай бояймын. Маған шығарып бояған мүлдем ұнамайды. Және де келесі ол тинт қызыл қыпқа ерінің ортасына жағып шығам. Маған градиент жасаған ұнамайды деп жүрген Айжанға қайтадан градиент ұнап кетті. Осылай жағып шығамды, жайлап растушевкасын жасап шығамын. Және де одан кейін қолданатын продуктым әрине де менің ең сүйікті помадам. Оны да жай ғана жағам, қатты қанық қылмаймыз. Осымен 1,5 минутта макияжымды жасап тастадым. Енді шашы мен киімім сәйкес келмегендіктен оны қазір былай шух деп өзгертіп тастаймыз. Қандай әдемі қыз дешиш. Ең соңғы бөлім өзімнің әдемі аксессуарларымды тағып аламын. Осымен менің съемкаларға образым дайын болды. Сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Осы образым барлықтарыңыздың көңілдеріңізге шықты деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Айжан. Келесі кездескенше сау бол.